Армысыздар. Менің аты жөнім Қалиасқаров Сағат Ерғалыұлы. Ақтоғай археологиялық этнографиялық музейінде экскурсовод болып жұмыс атқарамын. Бүгінгі сабағымыз ежелгі мәдениеттің ошағы саналған көне өркениет Беғазы кешені жайлы болмақ. Сабағымызды Ақтоғай археологиялық этнографиялық музейінде жалғастырамыз. Назарларыңызға Беғазы қорымынан табылған тас құрал-жабдықтар. Сол дәуірде өмір сүрген адамдардың негізгі құрал-жабдықтары тастан болған болатын. Осы тастарды күнделікті тұрмыс тіршілікте және де құрал-жабдық ретінде қолданған. Беғазы қорымынан табылған мал сүйектері сол дәуірде өмір сүрген тайпалардың құрал-жабдықтары есебінде күнделікті тұрмыс тіршілікте қолданғандығы және де сол малдың сүйектері арқылы тері илеу және де тағы да басқа тұрмыстық қажеттіліктерін өтегендігі қазба жүргізу барысында табылған мал сүйектері соның бір дәлелі. Беғазы кешенінен табылған кент қорытпасы 3000 жыл бұрын өмір сүрген беғазылықтардың металлургиямен айналысқандығы соның дәлелі. Беғазы кешенінен табылған құнды жәдігерлердің бірі ол садақтың жебесінің ұшы. Беғазылық кезеңде садақтың жебесінің ұшы бірнеше топқа бөлінген, 2 қырлы, 3 қырлы және қырлы болып. Демек, сол дәуірде өмір сүрген тайпалардың аңшылықпен айналысқандығы. Тастан жасалған түйме, көкшіл моншақ, шеге. Демек, сол қоғамда өмір сүрген адамдар әртүрлі шаруашылықты игергендігі айғақтайды. Беғазы кешенінен табылған құнды жәдігерлердің тағы бір топтамасы ол қыш құмыралар. Қола дәуір кезеңдегі қыш құмыралар 2 топқа бөліп қарастырамыз: андрондық кезең және беғазылық кезең. Андрондық кезеңдегі құмыралар сыртқы стилі ерекше өрнектеліп, геометриялық стильмен әртүрлі сызба арқылы салынған қыш құмыра болып табылады. Ал келесі стиль ол беғазылық стиль. Ол қарапайым түрде жасалынған қыш құмыралар болып саналады. Демек, беғазылықтардың мәдениетті толығымен игеріп, қыш құмыраланы күнделікті тұрмыста ғана қолданғандығы және де осы құмыраларды жасау арқылы жаңа мәдениетті қалыптастырғандығын айғақтайды. Беғазы кешені Қарағанды облысы Ақтоғай ауданынан 40 шақырым жерде орналасқан көне тарихи ескерткіштерге мол соңғы қола дәуірі кезеңі ескерткіш болып саналады. Алғаш зерттеушілердің бірі Беғазы Дәндібай мәдениетінің негізін қалыптастырған ғалым академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Беғазы Дәндібай кешені соңғы қола дәуірі кезеңі болып саналады. Бұл кешенде барлығы дерлік 47 құрылыс сақталған. Оның 6-ы үлкен мавзолей тектес. Демек, көсемдерге, батырларға немесе абыздарға арналып салынған мавзолейлер болып табылады. 1946 жылы Орталық Қазақстан ғылыми экспедициясы құрылып, 1947 жылдан бастап 30 жылға жуық уақыт Әлкей Хақанұлы Марғұлан бастаған ғалымдар тобы осы Ақтоғай өңірін Беғазы кешенін зерттеген болатын. Зерттеу барысында бұл соңғы қола кезеңінің ерекшелігі 3 үлкен топқа жіктеді. Бірінші, мола басындағы құрылыстардың ірілігі. Екінші,
көзе қыш құмыралардың мавзолейлерден табылуы. Үшінші, сол қазу барысында табылған қоладан жасалған жебе ұштары және де тұрмысқа қажетті құрал жабдықтар. Назарларыңызға сол қола дәуір кезеңдегі адамдардың осындай үлкен тайпа көсемдеріне арналған үлкен тас қақпашалармен жасалынған желі орындамыз. Биіктігі 2-3 метрге дейін жетеді. Салмағы 2-3 тоннаға жуық. Демек, бұл жерде үлкен мәдениеттің болғандығы. Қабірлер бірнеше бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте мәйіт жерленсе, екінші бөлікте құрал жабдықтары, асқа арналған ыдыс аяқтары табылған. Беғазылықтардың діни наным, сенім дәстүрі олар жануарларға табынғандығынан көре аламыз. Өйткені қазу барысында табылған арқардың мүйізі және де басқа да сынды жабайы жануарлардың сүйектері, тістері табылған болатын. Демек, сол дәуірде өмір сүрген, біздің заманымыздан бұрын 3000 жыл бұрын өмір сүрген беғазылықтар табиғат құбылыстарына, жан-жануарларға сүйінғандығы аңғартады. Сабағымызды қорытындылай келе, академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан ұзақ жылдар бойы жүргізген археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде орталық Қазақстанда осыдан 3000 жыл бұрын беғазы дәндуәй мәдениеті осы жердің төл мәдениеті екенін дәлелдеген болатын. Тек қана Қазақстан тарихы үшін емес, ежелгі дүние тарихы үшін осы жерде өмір сүрген тайпалар жаңа өркениетті қалыптастырғандығы, өзіндік ерекше өркениетке ие болғандығын дәлелдеген болатын.